Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен керемет және қытырлақ тауық қанаттарын қалай дайындауға болатынын бөлісемін. Бұл рецепт өте қарапайым және дәл мейрамханадағыдай болып шығады. Алдымен тауық қанаттарын жуып осылай терең ыдысқа салып, бір ас қасық тұз және осындай куриный приправа және бір чай қасық қара бұрыш, шамамен 2 ас қасықтай майонез және 2 ас қасық кетчуп салып, және 2 дана чеснок салып, және кішкене сұйық май құйып, бәрін жақсылап араластырамыз. Паприка салып 2-3 сағатқа қоямыз. Пеште 180 градусқа қыздырып, қанаттарды осылай пісіру қағазына тізіп қоямыз және 40-45 минут бойы пісіреміз. Достар, осы керемет рецептіні жасап көріңіз. Егер видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Баршаңызға ас болсын.